الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. Бүгінгі аят Алла тағаланың Тәубе сүресіндегі 122 аяты. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون дейді. Яғни барлық мүміндердің соғысқа шығулары лайық емес. Сонда олардың әрбір тобынан бір тайпа адамдар соғыс үшін шықпай ма? Қалғандары болса, Мединеде дінді үйреніп соғысқа кеткен қауымдары олардың алдына қайтқан кездерінде, ол қауымдар Алланың азабынан сақтанулары үшін оларды білім арқылы ескерту үшін қалмай ма дейді. Бұл кезде жаңағы осыған дейінгі айтқан Тәубе сүресінің аяттары елді қорғауға, жерді қорғауға үндеулерден кейін бүкіл сахабалар кәне дейтін болса барлығы бір сапқа тұра беретін болды. Сол кезде Аллах субханаху ва тағала осы аятты түсірген. Жалпы бұл сол кезде айтылғанымен мағынасы өте ауқымды, өте кең екенін көреміз. Тіпті соғыс жағдайында да, тіпті ел шетіне жау тиген жаугершілік замандарда да білімнің маңызы қандай болатындығын түсінеміз. Білім бұл жерде діни білім жайлы айтылған болса да, білімнің аясы өте кең екенін баршамыз білеміз. Осы елдің, халықтың, мемлекеттің пайдасына жарайтын ғалымдар өздерінің білім үйрету жұмыстарын тоқтатпастан, тіпті соғыс жағдайында да білімнен қол үзіп қалмастан білімге көңіл аударулары тиіс екендігін айтып жатқанын түсініп отырмыз. Өзіңіз ойлаңызшы, соғыс жағдайының өзінде білімге осылай көңіл аудару керектігі жайлы айтылып жатса, ал тыныштық, бейбітшілік, қазіргідей қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған замандарда білімге қалай көңіл бөлуіміз керек? Ағайындар, Аллах субханаху ва тағала өзіне пайдалы болған, бізге пайдалы болған, мемлекетке, халыққа пайдалы болған білімден сусындалуымызды баршамызға нәсіп етсін. Хада валлаху алям, саллаллаху аля набийина Мухаммад.